Ұшқан ұя романының соңғы бөлімі. 1921 жыл. Біз қозы бағып жүргенбіз. Кенет қара жолмен бір бейтаныс жолаушы келді. Бізді шақырып алып, қоржыннан өрік таратып берді. Ана ауыл Үсен әулетінің ауылы ма деп сұрады. Иә, Дәуренбай тірі ме? Тірі. Жолаушы біртүрлі мейірленіп күлімсіреді. Сосын ауылға қарай жүріп кетті. Сол күні кешке Дәуренбай ақсақал біздің үйге келді. Жүзінде бұрын соңды болмаған толқу бар. Өлген тірілет дегенге сенесің бе момыш? Деді ол әкеме. Әкем аң-таң. Сен десеңіз сенем Дәуке. Онда жүр, айтарымды сонда айтамын. Екеуі кетіп қалды. Мен болсам түк түсінбедім. Кім екен әлгі жолаушы? Неге Дәуренбай ата сонша толқыды? Өлген адам қалай тірілет? Осы сұрақтар санамнан шықпай қойды. 2 күннен кейін ауылдың іші дүрлігіп кетті. Алыстан арбалар көрінді. Бірнеше жігіт атпен шауып келіп, сүйінші, сүйінші деп айғайлады. Дәуренбай ақсақалдың көзіне жас келді. Жұрттың бәрі жаңа туыстар келді, жаңа туыстар келді деп қуанып жатыр. Ауыл адамдары қарсы алуға шықты. Сол кезде бір шоқша сақалды қария аттан секіріп түсіп, Дәуренбайдың алдына жүгіріп келді де, әруақ, әруақ деп етпетіне құлады. Жұрт жылап жатыр, құшақтасып жатыр, көрісіп жатыр, бір-біріне сенер-сенбесін білмейді. Сөйтсек, жұрт әлдеқашан өлдіге санаған Қабаштың ұрпақтары туған жерін іздеп келген екен. Баяғыда Қабаш деген жігіт ағайындарымен араздасып, туған жерінен кетіп қалған. Жасы небәрі 25 шамасында екен. Кеткен бойы Ташкент жаққа барып тұрақтайды. Өмір сүреді, үйленеді, бала-шаға өсіреді. Бірақ туған жерін ешқашан ұмытпайды. Қартайған шағында балаларына: біз Құлы еліненбіз, атамекеніміз Алатаудың бөктерінде, мен өлген соң сол елді тауып барыңдар, туған жұрттарыңа қосылыңдар деп аманат айтыпты. Көп ұзамай дүниеден өтеді. Ал балалары әкенің аманатын орындауға бел буады. Жылдар бойы іздейді, сұрастырады, соңында туған елін табады. Сол күні ауыл адамдары бір нәрсені анық түсінді. Адам туған жерінен кетуі мүмкін, жылдар өте алады. Тіпті ұрпақтары басқа елде өсіп, басқа тілде сөйлеп кетуі мүмкін. Бірақ адамның жүрегіндегі туған жерге деген сағыныш ешқашан өлмейді екен. Қабаштың өзі оралмаса да, оның аманаты оралды. Өзі келмесе де ұрпағы келді. Сондықтан Дәуренбай ақсақалдың өлген тіріледі дегенге сенесің бе деген сөзі бекер емес еді. Себебі кейде адам өзі қайтып келмейді, бірақ оның ізі, оның қаны, оның арманы, оның аманаты туған жеріне қайта оралады. Ал бұл өлгеннің тірілгеніндей ғажап құбылыс еді. Әйел теңдігі келеді, қалың мал жойылады, қыздар сүйгеніне қосылады деген сөздер ауылға алғаш тарай бастағанда әйелдер үнсіз ғана қуанды. Олар жаңа заманнан бір жақсылық күтті. Бірақ менің әжем бұған сенбеді. Қалың мал ата-бабадан қалған жол, қыздың қадірі қалың малмен өлшенеді. Қалың малсыз қыздың құны бола ма дейтін ол. Әжем қыздарының бәрін қалың мал алып ұзатқан. Немерелерін де сол жолмен жібергісі келді. Бір күні мені қалай үйлендіресің деп сұрадым. Әжем күліп: алдымен әпкелерінің қалың малын алайын, содан кейін саған сұлу қалыңдық тауып берем, қалың малын да төлеймін, үйлі баранды боласың деді. Мен мәз болдым. Бірақ әпкем Алиман ашуланып кетті. Сыртқа шыға бергенімде ол балшықпен үстіме лақтырып қуып жүріп сабады. Саған ешқандай сұлу қыз тимейді деп айғайлады. Сол кезде мен түсінбесем де кейін ұқтым. Алиман өз тағдырына қарсы шыққан еді. Ол өзін біреудің қалың малы деп санағысы келмеді. Әжемнің айтқаны болды. Әпкелерімнің бәрі қалың малға ұзатылды. Солардың бірі Өбиян. Ол жастайынан Мамыт деген жігітке атастырылған екен. Бірақ Өбиян оны жақсы көрмеді. Мамыт та Өбиянды ұнатпады. Екеуі бір-біріне қашқақтайтын. 3 жыл бойы Өбиян әкесіне қарсылығын айтты. Бірақ әкем баталасқан уәдені бұза алмаймын деп келді. Күн өткен сайын әпкемнің жүзі солып, мұңайып бара жатты. Ақыры әжем араласты. Қыздың көз жасымен бақыт құрмайсың деді. Сөйтіп әкем бұрын алған қалың малын қайтаруға бел буды. Бұл сол заман үшін үлкен ерлік еді. Ал енді ауылдағы ең ауыр оқиғаның бірі жетім бала жарылқасын туралы. Ол байдың қолында жалшылықта жүрді. Тамағы тоқ емес, киімі бүтін емес, таңнан кешке дейін қозы бағады, көздері мөлдіреп тұратын. Бірақ жүзінен мәңгілік мұң кетпейтін. Bir күні бір қозыдан көз жасып қалады. Сол үшін байдың әйелі Анаргүл оны ұстап алып сабай бастады. Қу жетімек, өлігің сұраусыз қалады деп айғайлады.
Таяқ баланың тақыр басына қарша жауды. Жарылқасын жылады, жалынды. Ападай, өлдім ғой, аяңызшы деді. Бірақ мейірім болмады. Кемпір баланы сүйретіп ескі құдықтың жанына алып келді. Содан кейін оны аяғынан ұстап құдыққа салбыратып түсірді. Жарылқасын жан ұшырып қабырғадан ұстамақ болды. Тырнақтары қанап кетті, алақандары жыртылды, бірақ ештеңе көмектеспеді. Кемпір оны біресе көтеріп, біресе қайта түсіріп қорқыта берді. Біз балалар айналасында жылап тұрдық, бірақ ешкімнің қолынан ештеңе келмеді. Бір кезде Жарылқасынның үні шықпай қалды. Денесі былқ-сылқ етіп салбырап кетті. Есінен танып қалған еді. Сонда ғана кемпір оны жерге лақтырып тастады. Кешке болған оқиғаны әкеме айтып бердім. Әкем үнсіз тыңдады. Сосын бірден барып баланы алып келді. Жарылқасын өлім аузында жатқанда еді. Аузына сүт құйса қайта құсып тастайды. Қызу өртеніп тұр. Түні бойы көз ілмедік. Әкем дәрілік шөп қайнатып берді. Әпкелерім маңдайына суық шүберек басты. Бәріміз оның аман қалуын тіледік. Тек таң алдында ғана бала көзін ашты. Қорыққан жанарымен жан-жағына қарады. Сонда әкем оның маңдайынан сипап, «Қорықпа қарағым, ешкім саған тиіспейді» деді. Жарылқасын үнсіз жылады. Сол сәтте үй ішіндегі ешкім көз жасын жасыра алмады. Бір аптадан кейін ғана жетім бала аяғына тұрды. Бірақ оның қорқынышы кетпеді. Кішкене дыбыстан селк етіп қалатын, ұйқысында шошып оянатын. Ал мен сол күннен бастап бір нәрсені түсіндім. Адамды байлық емес, мейірім адам етеді. Ал қатыгездік ең бай адамның өзін кедей қылып көрсетеді. Жарылқасынның көзіндегі қорқыныш пен Үбиян әпкемнің көзіндегі мұң сол заманның ең ауыр шындығы еді. Біздің ауылға бір күні Зәпира атты сұлу келін түсті. Ол жай ғана сұлу емес еді. Сұңғақ бойлы, қыр мұрынды, мөлдір көзді, еркін мінезді жан болатын. Басқалар сияқты еңкіштеніп жүрмейтін, көзінен от, жүзінен намыс байқалатын. Бірақ оның тағдыры өз қолында болмады. Зәпира байдың қызы еді, ал оны сүйгеніне емес, қалың мал берген адамға ұзатты. Көркіне ақылы сай аруды тағдыр реңсіз, кекеш, өзіне тең емес дәулетке екінші әйел етіп қосты. Сол күні бір жігіт сүйгенінен айырылып, қолымды кедейшілік кесіп отыр деп қан жұтып қалған шығар. Ал Зәпираның өзі де ішінен өртеніп бара жатты. Жас келін жаңа үйінде келген күннен бастап тағдырына қарсы үнсіз күресті. Ол өзін қорлаған ортаға бас имеді. Енесінің зекігеніне де, күйеуінің қоқилығына да мойынсұнбады. Көз қарасының өзінен мен сендерді қабылдамаймын деген қарсылық сезіліп тұратын. Бірақ жалғыз адамның еркі кейде тұтас қоғамның зорлығына жетпейді екен. Уақыт өтті. Зәпира қыз туды. Қыздың түрі әкесіне қатты ұқсап қалған еді. Сол сәтте оның жүрегі тағы бір рет күйреді. Бір күні ол бәрін тастап қызын алып әкесінің үйіне кетіп қалды. Жаны сүймеген күйеуіне де, қаны сүймеген жұртына да қайта оралғысы келмеді. Әкесі Нұрбай бұл жолы қызын қорғауға бел буды. Өйткені ол кеш түсінген еді. Өз қолымен қызын бақытсыздыққа итеріп жібергенін енді сезінген болатын. Бірақ кеш еді. Екі ру арасына үлкен дау түсті. Айлар бойы тартыс созылды. Бір жақ келінді қайтар деді, бір жақ қызымның көз жасын енді көре алмаймын деді. Ақыры дау күшпен шешілді. Зәпираның тағдыры тағы да өз қолынан тартып алынды. Оны амалсыздан бұрынғы үйіне қайтарды. Сол күні оның еркін рухы да бірге тұншықтырылды. 2 жылдан кейін жұрт баяғы Зәпираны танымай қалды. Бір кезде маңғаз басып жүретін арудың жанары сөніп кеткен еді. Бұрынғы еркін қимыл жоқ, бұрынғы асқақтық жоқ, бұрынғы күлкі жоқ, тек үнсіз мұң ғана қалған. Қалың малдың қара күші, ескі салттың қатыгездігі, ру намысы деп аталған қатыгез заң оның жанын жайлап женген еді. Жайнап тұрған гүл күзгі жапырақтай солып бара жатты. 1943 жылы. Мен оны соңғы рет көрдім. Алғашында тіпті танымай қалдым. Белі бүкшиген, жүзі әжім басқан, көзінің нұры өшкен, баяғы сұлу Зәпирадан көлеңке ғана қалыпты. Сонда мен, жеңеше, қартайып кетіпсіз ғой дедім. Зәпира ауыр күрсінді. Сосын мұңлы жанарын көтеріп, шырағым, 8 бала өсіргенде жалғыз жанымнан не қалды дейсің? Әйтеуір аман жүргеніме шүкір деді. Бір қария оған, бақыттысы өзіңсің ғой, байыңда балаларың да аман деді. Сонда Зәпираның көзінде баяғы өшпеген қарсылықтың шоғы жарқ ете қалды. Ол ызамен, елдің азаматтары отан қорғауға аттанғанда дәулет соғанда жарамады ғой, деді.
Сол сәтте мен оның жүрегіндегі жара әлі жазылмағанын түсіндім. Жылдар өткен, жастық кеткен, сұлулық кеткен, бірақ зорлықпен қиылған тағдырға деген қарғыс әлі өлмеген еді. Запира жеңілген сияқты көрінді, бірақ оның жүрегіндегі қарсылық соңғы деміне дейін сөнбеген болатын. Өбиян ауылдың ең көрікті, ең өнерлі қыздарының бірі еді. Оның қолын сұрағандар көп болды, бірақ әкесі қыз тағдырын өзі шешсін, бақытын сеніп тапсырар азаматын өзі таңдасын дейтін. Жылдар өтіп, Өбиян бой жетіп, ауылдың сәніне айналды. Ән айтса жұрт тыңдайтын, кесте тіксе ел қызығатын. Бір күні ауылға екі салт атты келді. Бірі жаушы Балтабай, екіншісі жас жігіт. Сол күннен бастап Өбиянға құда түсу әңгімесі басталды. Жігіттің аты Аюбай еді. Арада уақыт өтіп, екі жақ құдалыққа келіседі. Бірақ Өбиян ешқашан ашық түрде ұнатамын деп айтқан емес. Тек мен байлаулы бұзау емеспін бе? Әжем мен әкем кімге жетектетем десе, еркі өздерінде деп жауап беретін. Бұл келісімнің белгісі еді. Бір күні Аюбай қалыңдығымен кездесуге жасырын келді. Жеңгелер дайындық жасап, екеуін жүздестірмек болды. Бірақ күтпеген жағдай болды. Өбиян аяқ астынан қарсы шықты. Бұл не деген асығыстық? Алдымызда әлі 1 жыл бар емес пе? Неге менімен ақылдаспайды? Егер осылай тағы келетін болса, қалыңдығы болудан бас тартамын деді. Үй ішін үнсіздік басты. Бұрын ешқашан даусын көтермеген қыздың мінезін жұрт алғаш рет көрді. Бұл жай қырсықтық емес еді, бұл қыз намысы болатын. Тағы 6 ай өтті. Бұл жолы Аюбай тағы келді. Ауыл жастары жиналып, әзіл қалжың басталды. Жеңгелер күйеу баланы сынап отырды. Ай, қай жақтан туады екен, деді бірі. Аюбай аңғал жауап берді. Кеш батқалы қашан шығып қалған шығар? Жұрт күліп жіберді. Тағы сұрақ қойылды. Тағы күліс болды. Аюбай сөзге жоқ момын жан екен. Қалжыңға да шорқақ. Не айтса да қарапайым шындықты айтып қояды. Сол түні Өбиян бәрін сырттай бақылап отырды. Жігіттің қандай адам екенін байқап отырды. Түн ортасы ауғанда екі жасы жүздестіретін уақыт келді. Бірақ Өбиян тағы да бірден келісе қоймады. Жеңгелері қанша үгіттесе де біразға дейін көнбеді. Ақыры таң алдында ғана баруға келісті. Отауға кіргенде Өбиян күтпеген жағдайды көрді. Аюбай мен жолдасы орындарынан тұрмаған еді. Бәлкім шаршаған шығар, бәлкім абыржып қалған шығар, бірақ қыз көңілі оны басқаша байқады. Қазақ салтында қыз кіргенде орнынан тұрып қарсы алу құрмет белгісі, ал олар оны ұмытып кеткен. Сол сәтте Өбиян намысы оянды. Ол жігітке тура қарап, жатыстарыңызға береке берсін. Жау қайтарғандай қалжырап қалған екенсіздер. Қызға сөз салардан бұрын сөздің қадірін білер деп ойлап едім. Сөз қадірін білмеген адам өз қадіріне қалай жетеді, деді. Сөйтті де бұрылып шығып кетті. Бір ауыз сөз. Бірақ сол сөздің салмағы ауыр еді. Аюбай қатты қысылды, намыстанды, бірақ ашуға ермеді. Жеңгелердің сөзін тыңдап сабырға келді. Таң ата ауылдан үнсіз аттанып кетті. Ал Өбиян болса, қыздың тағдырын ешкімнен төмен қоймайтынын көрсетті. Бұл оқиға маған бір шындықты ұқтырды. Адамның көркі сыртында емес, оның шынайы бағасы мінезінде, ақылында және өз қадірін қаншалықты сақтай алатынында. Ал Өбиян дәл сондай жан еді. Өбиян әпкем алғашында бұл некеге көнбеді. Киім-кешегін шашып тастап, жылап, бармайым деп қарсылық көрсетті. Бірақ әкем екінші рет елге қарабет бола алмайым деп кесіп айтты. Содан кейін Өбиян үнсіз қалды. Тағдырын мойындағандай болды. Уақыт өтіп жатты. Бір күні ауылға үлкен бастық келді. Қалың мал мәселесін тексеруге келген еді. Бірақ ол Өбиянды көрген сәтте-ақ есінен айырылғандай болды. Тексеру ұмыт қалды. Ол енді Өбиянды тоқалдыққа алмақ болды. Келген сайын сөз салып қыр соңынан қалмай қойды. Сонда әкем оның бетіне тіке қарап, «Қызымды сен сияқты ақымаққа бермеймін. Әділдік айтып жүргендерің өтірік, қой терісін жамылған қасқырсың», деді. Бастық ашуға булығып кетіп қалды. Көп ұзамай қызметінен айырылып елден қуылды. Күз де келді. Өбиянды ұзататын күн жақындады. Қазақта бір ерекше дәстүр бар екен. Ұзатылар қыз барлық туыстарын аралап соңғы рет еркін серуендейді. Бұл қыз дәуірімен қоштасу, балалық шағымен қоштасу, әке үйімен қоштасу. Өбиян да жолға шығатын күнге жетті. Ауылдың барлық әйелдері жиналып Өбиянның жасауын көрді. Көк шалғынның үстіне ақ отау тігілді.
кілемдер жайылды, сандықтар ашылды, қымбат көйлектер мен әшекейлер тізілді. Сол кезде Үбиянды алып келді. Үлкен жеңгесі қолтықтап, отауың бақытқа толсын қызым деді. Үбиян табалдырықтан аттады, ал айналадағы әйелдер көздеріне жас алды. Өйткені бәрі бір нәрсені түсінді. Бұл қыз енді бұрынғыдай емес. Бүгіннен бастап ол бөтен үйдің келіні болмақ. Сол сәтте Үбиянның да көзінен жас сырғып түсті. Бұл туған жерін қимаған жүректің жасы ма, әлде ағайынның мейіріміне толқыған жанның жасы ма, оны ешкім білмеді. Кетер күні Үбиянды ерекше киіндірді. Раушан түсті көйлек, көк барқыт бешпет, үкілі құндыз бөрік, күміс шолпы, алқа мен білезік. Әпкем сол күні ертегіден шыққан ханшайымдай көрінді. Мен тіпті оны бірден танымай қалдым. Сыртта қарагер жорға дайын тұрды. Күміспен күптелген ер тұрман күнге шағылысып тұр. Үбиян атқа мінер алдында әкем келді. Бір сәт үнсіз тұрды. Сосын алақан жайып бата берді. Барлығы қол жайды. Сол сәтте ешкім сөйлемеді. Тек жүректер ғана сөйлеп тұрғандай еді. Бата біткен соң Үбиян жолға шықты. Бүкіл ауыл соңынан қарап тұр. Ол көкжиекпен астасқан қырдың ар жағына сіңіп кеткенше ешкім көз алмады. Өйткені бәрі бір нәрсені сезді. Қыз ұзату жай ғана той емес, бұл бір әкенің жүрегінен үзіліп түскен бөліктің өзге шаңыраққа аттануы. Ал сол күні біздің ауыл дәл сондай қимастықты бастан кешірді. Үбиян 2 аптадан кейін елге оралды. Жұрт оны қуана қарсы алды. Бірақ бұл қуаныштың астарында бір мұң жатқандай еді. Өйткені бәрі де оның жуық арада туған үйінен ұзатылып кеткенін сезетін. Кешке қарай Үбиян әкесіне сәлем беруге кірді. Әкесі қызын көргенде жүзі жылып сала берді. Шашынан сипап, маңдайынан иіскеді. Сол сәтте Үбиянның бойындағы бар сабыр бұзылды. Ол әкесінің құшағына кіріп алып, еріксіз жылап жіберді. Жай ғана жылаған жоқ. Бала күннен бері өзін мәпелеп өсірген әкесінен айырыларын сезгендей кеудесін өксік қысып ұзақ жылады. Әкесі де өзін әрең ұстап тұр еді. Қызын алдына алып, жас баладай әлдилеп отырды. Үй іші үнсіз. Ортаншы қыз Алиман бұрышта тұр. Оның да 2 бетін жас шуып кеткен. Ал мен болсам, не істерімді білмей қатып қалыппын. Сонда Алиман жүгіріп келіп, «Сен неге жыламайсың? Тасбауырсың ба?» деп ашуланды. Сол кезде ғана көзімнен жас шығып кеткенін өзімде байқамай қалыппын. Әкем бізді құшағына қысып, «Айналайындар» деп маңдайымыздан сүйді. Сол бір сәтте үйдің іші үнсіз жылаған адамдарға толып кеткендей еді. Келесі күндері ауыл түгел той қамына кірісті. Үбиянға арнайы тігілген ақ отау ауылдың сәніне айналды. Кешкілік жан-жақтан қонақтар ағылып келе бастады. Күн қызарып батып бара жатқан. Алыс көкжиектен қызылды жасылды киінген адамдар көрінді. Бір топ келді. Артынша тағы бір топ, тағы біреуі. Бүкіл дала гүлге оранғандай әсер қалдырды. Жұрт бір-бірімен құшақтасып көрісті. Той құтты болсын, бақытты болыңдар, ауылдарынан той үзілмесін деген ақ тілектер жаңғырып жатты. Қалыңдықтың отауына кірген әр әйел Үбиянға бата беріп ақ жол тіледі. Бақытты бол, босағаң берік болсын, үйің қуанышқа толсын. Үбиян бәріне күлімсіреп қарап, айтқандарыңыз келсін, өмір бойы ұмытпаймын деп алғысын айтты. Бірақ оның жанарында қоштасудың мұңы тұр еді. Күн еңкейіп қалған шақ, сол кезде ел ерекше құрметтейтін Аққұл ақсақал келді. Ақбоз айғырға мінген еңселі қария алыстан-ақ көзге түсетін. Ақсақалы кеудесінен төгіліп тұр. Жиналған жұрт екіге жарылып жол берді. Аққұл ауыл ортасына келіп тоқтады. Сәлемдескен соң жастарға қарап басын шайқады. Қазіргі жастар асығады, аттың қадірін білмейді, жүйрік деген жай мал емес, оны түсіну керек деді. Әкем жымиып тыңдап тұрды да, Аққұл, жастарды жазғыра берме, заман олардікі, күлсін, ойнасын, бізде сондай болғанбыз деді. Сонда Аққұл үнсіз қалып басын изеді. Бәлкім, ол да өз жастығын есіне алған шығар. Көп замай көкпар басталатын болды. Жиналған шабандоздар шеңбер құрып тұр. Қолдарында қамшы, көздерінде от. Дәл сол сәтте бүкіл ауылдың жүрегі бірге соққандай еді. Бір жақта ұзатылар қыз, бір жақта дүбірлі той, бір жақта көкпарға дайын тұрған жігіттер. Ал уақыт болса ешкімді күтпейді. Үбиянның туған үйімен қоштасар күні де жақындап келе жатқан еді. Ымырт үйіріліп, дала тыныштала бастаған шақ еді. Бірақ ауылдың ортасында әлі де бір ерекше дүбір басылмай тұрды. Көкпар. Жұрттың бәрінің назары бір адамда еді.
Ол Аққұл. Жасы үлкен болса да денесі ширап жас жігіттермен тең түсіп, тіпті оларды да таңғалдырып жүрген шал. Ол көкпардың ішінде найзағайдай зулап жүр. Бірде аттың бауырына жабысып, бірде жалына жармасып, бірде қарсыласты алдап, бәрін айламен шатастырып келеді. Жұрт шулап, айғайлап тұр. Па шіркін деген дауыстар даланы жаңғыртып жіберді. Мен алғашында оны тек қатал, тұйық адам деп ойлаған едім. Бірақ мына көрініс менің көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Ол жай ғана шабандоз емес, нағыз өнер иесі сияқты еді. Кенет тартыстың ең қызған сәтінде бір шабандоз көкпарды суырып алып, көптің арасынан суырылып шықты. Артынан қуғын басталды. Ат тұяғы жерді дүбірлетіп, шаң аспанға көтерілді. Аққұл болса сырттай қарап тұрып, әп бәрекелді жарайсың деп шын қуанып тұрды. Осы сәтте мен аң-таң болдым. Ол тек өз адамын ғана емес, қарсыласын да бағалай біледі екен. Бір сәтте әлгі шабандоз қуғыннан сытылып шығып, көкпарды тік көтеріп, мінекей деп лақтырып жіберді. Сол кезде ғана мен оны таныдым. Ол менің көкем екен. Жұрт ду ете қалды. Ал мен ішімнен біртүрлі күй кештім. Мақтаныш пен толқу аралас сезім. Кеш түсті. Даладағы дөбір басылып, ауыл ішінде жаңа бір дау басталды. Екі жақ құдалар тойды кім бастайды деп дауласып тұр. Бірі, қыз біздің ауылда өсті, тойды біз бастаймыз десе, екіншісі, жоқ, өнерде, салтта бізде, тойды біз бастауымыз керек дейді. Даудың шешімі табылмай, ақырында шөп тастау арқылы шешпек болды. Бас киім ішіне 2 шөп салынды. Тағдыр шешетін сәт келді. Мені шақырды. Қолыңды салып біреуін ал. Жүрегім дүрсілдеп қолымды салып едім, қайсысын алғанымды өзім де білмей қалдым. Сол сәтте бәрі тына қалды. Мынау кімнің шөбі деді төреші. Менің деп бір жігіт алға ұмтылды. Сол сәт шешім шықты. Қарсы жақ жеңді. Мені Алиман жұлқылап оятты. Сәске болып қалған екен. Ел түгел жиналып, палуан күресі басталып кетіпті. Ортасында 2 палуан айқасып жатыр. Бірі жерден көтеріп лақтырмақ болса, екіншісі аяқтан шалып бұлқынып құтылып кетеді. Екеуі де бір-бірін аңдып, күшпен айланы қатар қолданып жатыр. Жұрт гуілдеп, айқайлап, өз палуандарын жігерлендіріп отыр. Ақыры біреуі жеңді. Жеңген жақ палуанын көтеріп, ортаға алып шықты. Ел үлкен қуанышқа бөленді. Бәйге беріліп, шапан жауып, ат мінгізіп, жұрт тарқап жатты. Ертеңіне таң ата ауыл іші басқа бір күйге түсті. Қалыңдықтың отауынан зарлы дауыс естілді. Өбиян сыңсып жылап отыр екен. Қыздың қызыл көйлегін шешіп, ақ көйлек кигізіп жатыр. Бұл қыз дәуірінің аяқталған сәті еді. Оны туыстары, жеңгелері айналып, бағың ашылсын, ата жолы осы деп жұбатып жүр. Бір сәтте үй сыртында қызың жасауын түйеге артып, көш басталып кетті. Әкем көз жасын тыя алмай үнсіз тұр. Өбиян сыңсып, артта қалып барады. Менің де жүрегім қысылып, жылап жіберуге шақ қалдым. Жол үстінде ауылдардан өттік. Бір жерде қыз-келіншектер алдынан шығып жолымызды тоқтатты. Арқан керіп, сый-сияпат алып, бізді шығарып салып жатыр. Бұл қазақтың жол жоралғысы. Тағы бір ауылда дастархан жайып сусын берді. Салт сана, құрмет, қошемет бәрі қатар жүріп отыр. Күйеу ауылына жақындағанда үлкен қарсы алу болды. Ауыл ақсақалдары, игі жақсылары күтіп алды. Олардың ішінде ең құрметті қария Майлыбай ақсақал тұр еді. Ол өте қарт, бірақ әлі де сөзі өтімді, беделі биік адам болатын. Бәрі соған қарап, ата деп сый көрсетеді. Бізді үлкен үйге кіргізді. Үй іші тыныш, бәрі салмақты, құдалар бір-бірімен амандасып, құрмет көрсетіп отыр. Сол кезде ел ішінде үлкен дайындық басталды. Беташар мен келін түсіру рәсімі. Үлкен жиында Өтеп деген адам ортаға шықты. Оның міндеті келінді елге таныстыру, беташар жасау. Өбиян ақ орамалмен бүркеліп, үлкен үйге кірді. Бар жұрт үнсіз қарап қалды. Өтеп бірден өлеңдетіп кетті. Келін келіп тұр, келіп үйге еніп тұр, жұрт ду ете қалды. Бірі күліп, бірі риза болып отыр. Ол келінге өсиет айтып, ел ішіндегі адамдарды таныстырып, әрқайсысын өлеңмен сипаттап отырды. Біреуді мақтады, біреуді әзілмен түйреп өтті. Елдің бәрі мәз-мейрам. Сосын ол келінге өмірлік өсиет айтты. Үлкенді сыйла, жөнсіз желікпе, дауға кірме, елмен тату бол, отбасыңды қадірле, ата жолын ұмытпа. Жұрт тына қалып тыңдап отыр. Әжемнің көзіне жас келді. Соңында Өтеп келіннің бетін ашты. Жұрт шулап бата берді.
Өбиян иіліп сәлем салды. Осы сәт бір қыздың балалық өмірі аяқталып, жаңа өмірге қадам басқан сәт еді. Ел жиналып, беташар мен қуанышқа қатысып, келінге бата беріп, той қызып жатты. Дәстүр бойынша қонақтар сыйлық беріп, өтеп жиналған ақшаны алып кетпек болғанда, жұрт әзілдеп оны ортаға алып қалды. Кейін қожа неке қию рәсімін бастады. Аюбай мен Өбиянның тегі, жасы анықталып, куәгерлер шақырылды. Екі куә Алла мен халық алдында ант етіп, екі жастың ризалығын тексерді. Сұрақтар қойылып, Аюбай да, Өбиян да келісімін білдірді. Осылайша неке суы ішіліп, неке қиылды. Той қайта жалғасып, ел дастарханға отырды. Уақыт өте, отбасының тұрмысы ауырлап, мал-мүлік азайды. Қалың мал беріліп, үй үшін қиыншылық қыса бастады. Өгей шешенің сөзі көбейіп, әке мен үй ішінде реніш пайда болды. Кейін үлкендер араласып, екі жақ татуласып, кикілжің тоқтады. Баяндаушы әпкесінің ауылына жиі барып, жездесінің еңбекқорлығын, отбасы тіршілігін көреді. Бірақ ең ауыр сәт әженің науқастанып өмірден өтуі. Әже соңғы күндері балаларын жинап, ақыл айтып қоштасады. Сол сәтте ауылда бір отбасыда қыз бала дүниеге келіп, оған әженің аты беріледі. Әже қайтыс болып, бүкіл ауыл жиналып, жаназа шығарылады. Үй іші қара жамылып, жоқтау айтылады. Көп уақыт бойы отбасы әженің жоқтығын қатты сезініп, сағынышпен өмір сүреді. Күз бен қыс ауыр күндерден кейін көктем келіп, ел еңсесі біртіндеп көтеріле бастады. Бірақ әжемнің жоқтығы бәріне қатты сезіліп, үй үшін ауыр мұң басып, әркім өз ішіне үңіліп, үнсіз күй кешті. Көкем де қатты сағыныштан меңзең болып, бұрынғы қалпынан айырылып, селсоқ күйге түсті. Әкем оны тірлікке тартып, мал жайғауға, үй шаруасына жұмсап, есін жиғызуға тырысты. Күндер өтіп, үй ішіндегі қайғы біртіндеп сабырға айналғандай болды. Бірақ әжемнің орны бәрібір бос еді. Оның орнына келгендей ешкім жоқ, үйдің берекесі де бұрынғыдай емес еді. Осы арада көктем шығып, жер бусанып, тіршілік қайта жанданды. Мал төлдеп, табиғат жаңарып, ел еңсесі көтерілді. Бұзау туған сәтте өмірдің жалғасып жатқанын көрсетіп, табиғаттың өз заңы бойынша тіршілік қайта жаңғырды. Ана мен төлдің қауышуы тіршіліктің ең бір таза, қуанышты сәті ретінде суреттелді. Жер беті жасылданып, мал мен адам тірлігі қыза түсті. Көктемнің келуімен өмір қайта қозғалып, ауыр мұңның орнына біртіндеп тіршілік қуаныш оралды. Жұрт көктемгі егіске қызу қамдана бастайды. Көкем қолынан балта балға түспей, соқа мен сайманнан жөндеп тірлікке кірісіп жүреді. Көктем келгенде елдің бәрі наурызды ерекше көңілмен қарсы алады. Әр үйдің алдында қара қазан асылып, наурыз көженің иісі шығады. Қай үйге кірсең де қонақжай ел төрден орын беріп, бір-біріне ақ тілек айтып амандық сұрасады. Наурыз күні елдің көңілі көтеріңкі, реніш жоқ, бәрі ортақ дастархан басында жиналып, көжеден дәм татады. Қалжыңдап, әзіл айтып, бір-бірін сыйлап отырады. Наурыз көже тек тамақ емес, елдің ырыс берекесін, бірлігін білдіретін салт сияқты көрінеді. Көктемнің келуімен жер бусанып, табиғат жаңарады. Шөп көгеріп, ағаштар бүршік атады. Мал төлдеп, ауыл өмірі қыза түседі. Қорада бұзау, қозы, лақтар туып, ауылға ерекше тіршілік кіреді. Енесі мен төлі табысып, табиғаттың мейірімі сезіледі. Күн өткен сайын қысызғары кетіп, бүкіл дала шаттыққа толады. Адамдарда, жан-жануарда көктемнің жылуын сезіп, тіршілік қайта жаңғыра бастайды. Бекет станциясына ел Садық Абылановты қарсы алуға жиналды. Ол ақылды, қарапайым, халыққа жақын адам ретінде сыйлы еді. Ағасы Ізбасар керісінше дөрекі, менмен, елге жағымсыз, билігін асыра пайдаланатын кісі болатын. Сондықтан халық Ізбасардан қорқса да, оны құрметтемейтін, ал Садықты жақсы көріп, ізет көрсететін. Садық жиналғандарға 1 май мерекесі еңбек пен бостандық туралы қарапайым, түсінікті тілмен сөз сөйледі. Халық тыныш тыңдап, оның сөзін қолдады. Кейін мереке көкпармен жалғасты. Аттылар жарысып, ел қызыққа батты. Көкпар үстінде Садық пен Аққұл ақсақал арасында әзіл қалжың, атқа қатысты әңгіме болды. Садық Аққұлдың өнерін құрметтеп, оған қызыл жалауша сыйлады. Аққұл разы болып, мерекенің қызығына араласты. Кешке қарай Садық пен серіктері қонаққа шақырылды. Әкем оларды өз үйіне түсіріп, кең пейілмен қарсы алатынын айтты. Жұрт бұл сыйластық пен бірлікті қызыға тамашалады. Күн кешкіріп, Құлан тауының етегіндегі ауылға қонақтар келіп жетеді.
Ауыл адамдары оларды қуана қарсы алып аттан түсіріп үйлерге жайғастырады. Үй іштері әсем жасалып дастархан жайылады. Басты қонақ Садық ақсақалдармен бірге отырып, ел жағдайы, жаңа заман, еңбек, бірлік туралы әңгіме қозғайды. Ол адамдар арасындағы татулықты, әсіресе орыс халқы мен қазақтардың достығын сақтау керектігін айтады. Ақсақалдар да өз ойларын қосып, өмір, жер, әділдік жайлы пікір айтады. Кей жерлерде пікірталас, әзіл-шыны аралас әңгімелер болып, жиын көңілді өтеді. Ақсақал Аққұл батасын беріп, елге береке, тыныштық тілейді. Соңында Сыдық елді бірлікке, әділдікке, жерді дұрыс пайдалануға шақырып, ақсақалдардың ақыл кеңесін сұрайды. Жиын қонақжайлық пен татулықта аяқталады. Көкем қыстаудағы шаруашылыққа күнде барып жүретін. Бүгінде түскі тамақтан кейін демалуға жатқан еді. Маған қораны сыпыруды тапсырып, өзі ұйықтап қалды. Кенет сырттан айғай-шу естілді. Аққұл шал бір топ адамды ертіп келіп көкемді қорлады. Олар оны кінәлап, үйден шығуын талап етті. Мен қорқып кетіп көкемді ояттым, бірақ ол мән-жайды түсінбей қалды. Сырттағы адамдар айғайлап боқтап тұрды. Көкем киініп сыртқа шықты. Сол сәтте олар оны жабылып ұра бастады. Аққұл тобы көкемді соққыға жықты. Кейін көкем қарсыласып оларды тойтарды. Бірақ Аққұлдың баласы Жақсыбай да құлап қалды. Екі жақтың арасы ушығып кетті. Кеше әкем келіп оқиған себебін сұрады. Белгілі болғандай, бір адамның өсегі мен күдігі бүкіл жанжалға себеп болған екен. Біреу шөп басылған жерді көріп, оны бұрыс түсінген. Ақырында екі ауыл арасы араз болып, үлкен дау туды. Кейін би ақсақалдар жиналып істі қарады. Көкем өз ойын айтып, өзін ақтауға тырысты. Аққұл да өз кезегінде ашуын айтты. Бірақ Зәуре есімді келіншек ортаға шығып, әділетсіздікке қарсы батыл сөйлеп, өзінің қорланғанын айтты. Ол бұл үйден кететінін жариялады. Ақыры ақсақалдар Зәурені төркініне жіберуге шешім қабылдады. Жұрт бұл оқиғадан кейін әділетсіз өсектің үлкен дау тудыратынын түсінді. Ақ жаңбыр астында Әулие-ата көшелері лай батпаққа айналады. Сол күні Аққұл атты кісі уездік комитетке келіп қатты күйініп, Садыққа өз мұңын айтады. Ол өсекке еріп, келінін қатты жазғырып, соның салдарынан келіні төркініне кетіп қалғанын айтып, оны қайтаруға көмектесуін сұрайды. Бірақ Садық бұл іске араласа алмайтынын, келінінің өз шешімі мен әділдік бар екенін айтып, бас тартады. Аққұл өкінішпен кетеді. Кейін келіні Зәуре өз таңдауымен басқа өмірге кетіп қалады. Ал Аққұл өмір бойы соны өкінумен өткізеді. Одан кейін оқиға жаз жайлауындағы шөп шабу кезеңіне ауысады. Баяндаушы мен әкесі Гончаровтармен бірге шөп шабады. Алғашында тіл, әдет, жұмыс тәсілі әртүрлі болғандықтан қиындық пен түсінбеушілік болады. Бірақ бірте-бірте бір-біріне үйреніп, жұмыс істеу тәсілін меңгереді. Бауыржанның әкесі де алғашында қиналып, кейін тәжірибе жинап, шөпті дұрыс шауып үйренеді. Балалар да бірге ойнап араласып кетеді. Соңында екі жақ бір-бірін түсініп, ортақ еңбек арқылы жақындай түседі. Батыр мен балуанның өмірі қиындық пен қауіптікке толы болса да, олар әрдайым ерлік пен жеңіске ұмтылады. Қазақ халқы үшін ат қасиетті серік, ер адамның намысы мен қанаты іспетті. Аттан айырылу үлкен қайғы саналған. Сондықтан оны ерекше қадірлеп баптаған. Жүйрік ат пен иесінің арасындағы байланыс өте терең болғаны көрсетіледі. Оқиғада Аққұлдың Көкшолақ атты атымен ерекше байланысы суреттеледі. Ол үшін ат жай көлік емес, өмірінің бір бөлігі. Аққұл өмірінің соңында да атын ойлап, оған деген адалдығын білдіреді. Кейін баяндау Айша әпкенің ауылға келуіне ауысады. Отбасылық кездесу қуанышпен басталып, ескі реніштер мен түсінбеушіліктер ашылады. Бірақ үлкендер арасындағы өкпе-наз, қызу сөздер айтылып, қайтадан өкініш пен түсіністікке ұласады. Соңында туыстар бір-бірімен табысып, реніштер басылып, шаңырақтағы бірлік пен бауырмалдық қайта орнығады. Күз жаңбырлы болып, суық ерте түсті. Бір күні әке мені орысша оқуға беру туралы сөз қозғады. Ол орыс тілін үйренсең білімді боласың деп түсіндірді. Көкем бастапқыда қарсы болып, ел сөзіне алаңдады. Бірақ ақырында екеуі келісіп, мені Евгеньевкадағы Гончаровтардың үйіне оқуға беруге шешті. Жолда бір кісі бізді сынап, баланы шоқындыруға апарып жатырсыңдар деп ренжіді. Сөйтіп оқуым біразға кешікті. Бірақ кейін бәрібір орыс мектебіне бардым. Гончаровтардың үйінде тұрып оқи бастадым. Бастапқыда орыс тілін түсіну қиын болды.
Әріптерді, сөздерді шатастырып дұрыс айта алмадым. Бірақ Василий мен Тишка көмектесіп жүрді. Мұғалім де сабырмен үйретті. Мектепте алғаш рет әріптермен, есеппен таныстым. Көп нәрсені толық түсінбесем де біртіндеп үйрене бастадым. Орыс балаларымен араласып, тілім де оқуым да жақсара түсті. Бұл өз алдына бір әңгіме. Реті келгенде кейін айтып берермін.